мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы Қазақстан Республикасы заңының 10-шы бабына сәйкес Шиелі аудандық мәслихаттың кезектен тыс 39-шы сессиясы шақырылып отыр. Сессияға аудандық мәслихаттың 15 депутатынан 12 депутат қатысып, 3 депутат дәлелді себептермен қатыса алмауда. Сессияға қатысып отырған депутаттар саны аудандық мәслихат депутаттарының жалпы санының 3-тен 2-сінен кем емес болғандықтан сессияны ашуға заңдық негіз бар. Құрметті депутаттар, сессияны ашу жөнінде қандай ұсыныстар болады? Сессия ашылсын деген ұсынысты, егер өзге ұсыныс болмаса, онда осы ұсынысты дауысқа қоямын. Аудандық мәслихаттың кезектен тыс 39-шы сессиясы ашылсын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, сессияны ашу келісілді. Қазақстан Республикасында жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы Қазақстан Республикасы заңының 11-ші бабына сәйкес аудандық мәслихаттың кезектен тыс 39-шы сессиясын ашық деп жариялаймын. Аудандық мәслихаттың кезектен тыс 39-шы сессиясына аудан әкімінің орынбасары, мәслихат аппараты, аудандық бөлім басшылары, кент және ауылдық округтың әкімдері, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысып отыр. Құрметті депутаттар, сессия алдында өткен тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысында сессияның күн тәртібіне ұсынылған 26 мәселе қаралған, бірақ соның 24-і сессияның күн тәртібіне қолдау алды. Сессияның күн тәртібі қолдарыңызда бар. Соған орай күн тәртібін тұтастай дауысқа қоямын. Бекітілсін деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, күн тәртібі бекітілді. Құрметті депутаттар, сессия жұмысы осы бекітілген күн тәртібі бойынша және аудандық мәслихаттың регламентіне сәйкес жүргізілетіндігін естеріңізге саламын. Құрметті әріптестер, енді сессия жұмысына кірісеміз. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша Шиелі кентінің 2026-28 жылдарға арналған бюджеті туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Шиелі кентінің әкімі Амангелді Шералыұлына беріледі. Рахмет. Так, құрметті депутаттар, ұсынысты енді тарап берсем. Өзгертілген тарап берейінші деймін бе? Сол өзгерісіңді ғана айтсай. Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету бағдарламасына 180 миллион теңге бөлінген. Шиелі кентінің санитарлық тазалық жұмыстарына 160 миллион, оның ішінде жаңағы сіздердің өздеріңіз сұраған спорт балалы жаттығу алаңдарын ұстап тұру шығындарына 15 миллионды қойып отырмыз. Және де сасықұм тұрмыс қалдықтарын тастауға арналған полигонды рекультивациялау жұмыстарына 20 миллион. Сол сөзді қосып жіберсейін неге? Сол суманың ішінде кете береді осы. Оны нақтылауда берілеміз деп отыр ғой. Так, құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. Так, күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша Ағмая ауылдық округінің 26-28 жылдарға арналған бюджеті туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Ағмая ауылдық округінің әкімі Ғалымжан Қайырбекұлына беріледі. Рахмет, құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. Үшінші мәселе бойынша Ақтоған ауылдық округінің 2026-28 жылдарға арналған бюджеті туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Ақтоған ауылдық округінің әкімі Ержанбек Сүйіндікұлына беріледі. Рахмет, құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. Жақсы, ерік. Төртінші мәселе бойынша Алмалы ауылдық округінің 2026-28 жылдарға арналған бюджеті туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Алмалы ауылдық округінің әкімі Нұрдәулет Әбдіманапұлына беріледі. Рахмет, құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. Жақсы. Бесінші мәселе бойынша Бәйгеғұм
ауылдық округінің 2026-28 жылдарға арналған бюджеті туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Бәйгеқұм ауылдық округінің әкімі Дәулет Сейтқалиевичке беріледі. Құрметті мәслихат төрағасы. Рахмет, құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. 6-шы мәселе бойынша Бәйтерек ауылдық округінің 2026-28 жылдарға арналған бюджеті туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Бәйтерек ауылдық округінің әкімі Серік Рашылына беріледі. Құрметті төраға, жаңа тұрақты комиссия жан-жақты қаралды ғой. Жақсы, рахмет. Құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. 7-ші мәселе бойынша Бестам ауылдық округінің 2026-28 жылдарға арналған бюджеті туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Бестам ауылдық округінің әкімі Мұрат Тыныштығұлына беріледі. Рахмет, құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. 8-ші мәселе бойынша Еңбекші ауылдық округінің 2026-28 жылдарға арналған бюджеті туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Еңбекші ауылдық округінің әкімі Елдос Айтөреұлына беріледі. Рахмет, құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Рахмет. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. 9-шы мәселе бойынша Жаңа Тұрмыс ауылдық округінің 2026-28 жылдарға арналған бюджеті туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Жаңа Тұрмыс ауылдық округінің әкімі Еркін Айтөреұлына беріледі. Құрметті депутаттар, рахмет, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. 10-шы мәселе бойынша Жиделарық ауылдық округінің 2026-28 жылдарға арналған бюджеті туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Жиделарық ауылдық округінің әкімі Ерлан Шазатұлына беріледі. Құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. 11-ші мәселе бойынша Жөлек ауылдық округінің 2026-28 жылдарға арналған бюджеті туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Жөлек ауылдық округінің әкімі Жолдасбек Мейірбекке беріледі. Рахмет, құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. 12-ші мәселе күн тәртібіндегі Жуантөбе ауылдық округінің 2026-28 жылдарға арналған бюджеті туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Жуантөбе ауылдық округінің әкімі Қайыркен Дайрабайұлына беріледі. Рахмет, құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Жақсы, рахмет. Күн тәртібіндегі Еркөл ауылдық округінің 26-28 жылдарға арналған бюджеті туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Еркөл ауылдық округінің әкімі Бақытжан Әлайдарұлына беріледі. Рахмет, құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. 14-ші мәселе бойынша Кердел ауылдық округінің 2026-28 жылдарға арналған бюджеті туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Кердел ауылдық округінің әкімі Ғалымжан Шайғұлына беріледі. Рахмет, құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. 15-ші мәселе бойынша Қарғалы ауылдық округінің 2026-28 жылдарға арналған бюджеті туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Қарғалы ауылдық округінің әкімі Дәулетияр Үмбетерұлына беріледі. Рахмет, құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. 16-ші мәселе бойынша Қоғалы ауылдық округінің 2026-28 жылдарға арналған бюджеті туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Қоғалы ауылдық округінің әкімі Ғазиз Мұхамбетиярұлына беріледі.
Рахмет, құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. 17-ші мәселе бойынша Майлтоғай ауылдық округінің 2026-28 жылдарға арналған бюджеті туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Майлтоғай ауылдық округінің әкімі Әбілқасым Әбілдаұлына беріледі. Құрметті төраға, қарадық қой, сессияға жібере берейік. Шешім дауысқа жібереміз ба? Құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. 18-ші мәселе бойынша Ортақшыл ауылдық округінің 2026-28 жылдарға арналған бюджеті туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Ортақшыл ауылдық округінің әкімі Талғат Ергешбайұлына беріледі. Рахмет. Құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. 19-ші мәселе бойынша Сұлутөбе ауылдық округінің 2026-28 жылдарға арналған бюджеті туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Сұлутөбе ауылдық округінің әкімі Қажданбек Өгізбаевичке беріледі. Құрметті төраға, тұрақтың есті қарадық қойын. Рахмет, құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. 20-ші мәселе бойынша Талаптан ауылдық округінің 2026-28 жылдарға арналған бюджеті туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Талаптан ауылдық округінің әкімі Хайдар Абдуллаханұлына беріледі. Рахмет, құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. 21-ші мәселе бойынша Тартоғай ауылдық округінің 2026-28 жылдарға арналған бюджеті туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Тартоғай ауылдық округінің әкімі Ақылбек Жүрсінұлына беріледі. Құрметті төраға, тұрақты комиссияда қарадық қойын. Рахмет, құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. 22-ші мәселе бойынша Телкөл ауылдық округінің 2026-28 жылдарға арналған бюджеті туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Телкөл ауылдық округінің әкімі Әлібек Айдарбекұлына беріледі. Құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. Рахмет. 23-ші мәселе бойынша Тұран ауылдық округінің 2026-28 жылдарға арналған бюджеті туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Тұран ауылдық округінің әкімі Мақсұт Әзімханұлына беріледі. Рахмет, құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. Рахмет сізге де. Келесі мәселе бойынша 2026-30 жылдарға арналған Шиелі ауданының даму бағдарламасын бекіту туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз. Бұл келесіге қараған екен. Не ашып кетті ғой. Келесі мәселе Шиелі ауданы Жуантөбе ауылдық округінің атауы жоқ көшеге атау беру туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Аруна Өркенқызына беріледі. Құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. 24 мәселеде қабылданды ғой, құрметті депутаттар, осымен 8-ші шақырылған аудандық мәслихаттың кезектен тыс 39-ші сессиясын жабық деп жариялаймын.